ақш президенті Дональд Трамп жексенбі күні Пентагонға оңтүстік Кореямен өтетін жыл сайынғы бірлескен әскери жаттығуларды қысқартуды тапсырды. Ол бұған Сеулдің Иранға қарсы соғыста көмектесуден бас тартқанын және солтүстік Корея лидері Ким Чен Ынмен өте жақсы қарым-қатынаста екенін себеп ретінде келтірді. Оңтүстік Кореяның 18 000 сарбазы қатысатын 11 күндік жаттығулар солтүстік Корея тарапынан төнетін қауіп-қатерлерге қарсы жауынгерлік дайындықты арттыруға бағытталған еді. Бұл жаттығулар олардың көктемгі дайындықтарымен бірге оңтүстік Корея мен ақш қарулы күштері жыл сайын өткізетін екі негізгі бірлескен жаттығудың бірі. Трамп жаттығуларды шығыны көп әрі Пхеньянға қатысты мүлдем орынсыз әрі жауыздық деп сынға алды. Оның айтуынша Пхеньян оның президенттік мерзімдері барысында ешқандай қауіп төндірмей сыйластық танытып келеді. Республикашыл президент сонымен қатар жаттығулардан толықтай бас тартқысы келгенін, бірақ қазір бұл үшін тым кеш екенін меңзеді. Трамп, оңтүстік Корея президенті Ли Чжэ Мён Вашингтонның Иранда ядролық қарусыздандыру жөніндегі әскери әрекеттеріне қосылу туралы өтінішіне жоқ рахмет деп жауап бергенін атап өтті. Дегенмен мұны жаңа шараға сәл қатысы жоқ деп сипаттады. Бұл қадам оның әкімшілігінің соңғы айларда оңтүстік Кореяға қатысты ұстанымының күрт өзгергенін көрсетеді. Мәселен, мамыр айында қорғаныс министрі Пит Хедсет ұзақ жылдардағы одақтастың қорғаныс шығындарын арттыруға бағытталған қадамдарын жоғары бағалаған еді.